Армысыздар, қайырлы күн. Бүгін бізде 2026 жылдың сұхбаттайым бағдарламасының алғашқы түсірілімі. Біздің алғашқы қонағымыз мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері, мәдениет саласының су жаңа ардагері деп айтсақ болады. Бір жыл болған. Осы өткен жылы ғана зейнет демалысына шыққан, әлі де осы мәдениет саласында еңбек атқарып жүрген Лейла Оразқызы Насимханова. Апай, қош келдіңіз. Рахмет, Ғабит, шақырғаныңызға. Бірден енді мына сіз мәдениет саласының үздігі төсбелгісін тағып жүргенде адамда қандай сезім болады? Өзімнің ісімді жақсы көрем. Мәдениетімді, өзімнің жұмыс істеп жүрген саламды жақсы көрем. Өзімнің біліктілігіммен, білімділігіммен өзімді өзім дәлелдеп жүрген адамын деп білемін. Өнер адамдарының отбасында дүниеге келгеніңізді біз әңгімелеріңізден білеміз. Мына қазіргі Нартай Бекежанов атындағы драма театрының әртістері болған ерлі-зайыптылардың отбасында дүниеге келіп, сіз сол сахнаның артында өсіпсіз. Сіздің осы мәдениет саласында еңбек атқаруыңызға, осы жолға түсуіңізге сол әсер етті ме? Негізі менің мәдениет саласын таңдауым ол заңдылық деп ойлаймын. Себебі жаңа айттыңыз ғой. Мен осы Қызылорданың театр өнерінің қара шаңырағы болып есептелетін Нартай Бекежанов атындағы академиялық драма театрының менің атанам негізін қалаушы Насымханов Ораз мәдениет қайраткері, және де Масина Сәнім дейтін мамамның атананың қызымын. Біздің үйде үнемі керемет осы театрдың белгілі тұлғалары үйде қонақта болатын. Біздің үйде домбыра тартылатын, баян ойналатын, Шәмші Қалдаяқовтың әндері шырқалатын, халық әндері шырқалатын. Менің анам керемет әнші болатын. Ал әкем болса белгілі баянист Ашлаков дейтін кісінің шәкірті. Сол курс баянист. Актерлар ғой, актерлер. Курсы баянистівті жаңағы Алматыда оқып, мен әкем негізі Алматының жігіті ғой. Жолдамаменен Ақтөбеге жұмысқа кетеді. Сол жақта Ойыл колхоз-совхоз театрына барып жұмысқа тұрады. Сол жерде өрімдей әдемі сұлу менің анамен танысады. Сөйтіп олар шаңырақ көтереді. Сол шаңырақта біздің үлкен ағам, менің Серік дейтін ағам бірінші дүниеге келеді. Біздің отбасымызда 6 баламыз, мен соның 3-шісімін. Ал мәдениет саласына келу заңдылық деп ойлаймын. Себебі қалған 5 баланы істеді. Қандай жол таңдады? Енді менің олардың да бәрі әртіс па? Жоқ, үйдегі кенжеміз, біздің Асқар дейтін інім бар ғой, ол музыкалық колледжде 5 жыл музыка мектебінде, өнер мектебінде оқыды. Одан кейін музыкалық колледжде домбыра аспабыменен бітірген болатын, бірақ та ол жолын басқа жолды таңдап кетті. Бірақ та өнерлі, бәріміз ән саламыз. Бірақ та осы мәдениет саласын, өнерді таңдалған жалғыз мен болып тұрмын. Енді біз енді мәдениет саласында жүрген кезде шет жағасын жалпы білеміз ғой, ішінде жүргесін, жалпы көрермен сахнадағы нәрсені ғана көреді ғой. Бұның ар жағындағы қаншама тірлікті, қаншама еңбекті мүмкін жобалайтын шығар, бірақ нақты білмейді. Сіз сол қайнаған ішінде жүрсіз, 40-50 жылдан бері, тіпті туылғаннан бері деп айтсақ та болады. Бірде-екілі қызықты оқиғалар болса, халыққа қызық болар еді. Негізі сіз жаңа айттым ғой, мен жаңағы осы біздің Нартай Бекежанов қара шаңырақтың негізін қалаушылары, солардың әртістердің қызы болғандықтан, кішкентай кезімнен осы Асқар Тоқмағамбет мәдениет үйі бар емес па, сол бұрын Нартай Бекежанов театры ғимараты болатын. Сонда жаңағы бұрын дейтін спектакльдерге адам деген керемет көп келетін. Соның арасында
біздерге орын жетпейді. Енді кішкентай балаларымыз ғой, әке-шешелеріміздің жанында жүреміз, сахнаның жанында жүреміз, сахнаның артында жүреміз, гримеркасын көреміз, одан кейін костюмерный зал, костюмерный зал емес, бөлме, костюмерный бөлме, соның барлығын тігін цехы болады. Ол бір театр деген ол бір керемет өндіріс қой, былайша айтқанда. Сахнаның артындағы жаңағы жұмысшылар болады, оның сахнаны алдыменен жаңағы спектакль қоймас бұрын сіздер білесіз, стольный читка болады, соның бәрін естіп, көріп, соның жанында жүріп өскен баламын ғой. Ал қазіргі өзімнің жұмысымда осы әртістердің балаларын көбіне әртістер бала тумайды деп ойлайды. Қойылымдарда бір-екі балалардың рөлдеріне қойып жіберіп жатады. Сіздерде сондай болған жоқ па? Мен ойнадым. Ол Нартай спектаклінде Тұршан Айнақұлов мен әкемді ойнады. Мамам Үрмәшті ойнады. Мен солардың Нартайдың қызын ойнадым. Даже есімде соның айтқан әнім. Маған Тұршан аға айтады: тұрсын күлім, қамықпа алтын көкең, жауды жеңіп жайраңдап келеді ертең ай, деп ән айтады. Мен көке, кетпе деп оны құшақтаймын. Онда мен кішкентаймын. Одан кейін Жамбыл театрында менің ата-анам жұмыс істегенде оптимистік, Шолоховтың Тынық доны бар емес па? Соны Маман Байсеркенов дейтін керемет режиссер қойған. Сонда мен жаңағы Григорийдің қызын ойнадым. Міне осындай, сіз айтқандай, әртістердің балалары кішкентай балалардың рөлін сахнаға шығып. Совет кезеңінде біздің қазақы, ауылдағы, орта болсын, жалпы өнер саласындағы адамдарды дұрыс емес деп қабылдайды ғой. Мысалға енді қызы әртіске күйге шығып жатса, немесе баласы әртіс келіншек алып жатса деген сияқты. Немесе мамандық таңдаған кезде әртіс боламын десе тип тастап отыратын. Сол кездегі көзқарасқа мысалға қазір керісінше ата-аналар балаларын өнерге береді. Себебі пәленше сияқты, төреғали сияқты әнші болса екен деп. Ақшаның бәрі жаңағы сол той бизнесінде дейсіз ғой. Сонда ол осы көзқарастың өзгеріп кетуіне не әсер етті? Не әсер етті дейсіз бе? Өнер адамдарына деген көзқарастың кері айналуына. Білмеймін, өзім өнер адамдарын өте құрметтеймін. Себебі оның деген еңбек. Енді эстрада әншілерін қазір ән сала алатын да өлеңді айта білмейтіндер де әнші болып кетті. Ол кезде жұлдыз болып кетті. Сұрағымды қалай нақтыласам? Нақтылаңыз. Ол кезде адамдар неге солай әртістерді онша қабылдамады? Мен өзім ойлаймын. Өнерін ғана қабылдады да, олар жеке өмірін онша ұнатпайтын. Жеке өмірін ұнатпайтын. Енді қыз бала болса, қызды жаңағы 40 жерден тию дейді ғой. Оның елге шығып, алдында шығып, жаңағы көлбеңдеуін жақсы көрмеген шығар деген ойым ғой әйел балаларға. Ал ер адамдарды, олар былайша айтқанда, өзің білесің ғой, бір жан салды Ақан серінің жаңағы киносын көрдіңіз ғой. Сонда олар халықтың сүйіктілері, оларды қолпаштайды, көтереді, олар үйге жайға да қарамайды ғой. Ұшарын жер, қонарын сай білетін адамдар. Жер, қонарын сай білетін адамдар. Сосын шығармашылықтың адамдары, олар өзгеше болады ғой. Өзің білесің, ақынсың ғой, былайша айтқанда. Енді менің өзім ойым ғой, енді олар басқалар сияқты бір жерге бір қазыққа байлаулы тұрған ат емес қой. Олар еркінді. Мүмкін еркіндікті жақсы көрмеген шығар. Бір отбасылық өмірлері. Өнеріне қызыққанменен, оларменен отбасы құруға шамалы тартынатындығы рас. Қазіргі өнер адамдарының отбасылық жеке өмірлері көп талқыланады ғой. Бізде әлеуметтік желіде, халық арасында көп талқыланады да. Сосын ол кейбір адамдардың өнері пәлен болмаса да, отбасылық өмірлерін шулатып, сол арқылы атақты болып жатқандары бар қазір. Енді ол дейтін хайп
ұстайтындар да бар шығар. Иә, хайп дейді ғой қазіргі тілде айтқанда. Ажырасып жатырамыз, үйтіп жатырмыз, өздеріне өздері жаңағы көңіл бөлдіру үшін істейтін де жағдай болуы мүмкін. Бірақ та енді білмеймін ғой оларды өзім ойлаймын, әркім өзінің өміріне өзі ие. Өздерінің тағдырларын өздері біледі. Оларды жаңағы жаман даттай алмаймын. Бұл енді алып келатқан сұрағым қазіргі Мгм. мәдениет саласындағы, өнер саласындағы жастарға өзіңіз берер кеңесіңіз бар ма? Берер кеңесім жастарға айтады ғой, екі нәрседен адам жаңылмау керек деп. Бірінші, ол өзінің жар таңдауы өмірде. Екінші, өзінің жаңағы ісін, жұмысты, жақсы көретін жұмысын жасау керек, таңдау керек деп ойлаймын. Содан жаңылмау керек. Ал мәдениет саласының, қашанда айтамын ғой, сендерге білесің ғой Ғабит, мәдениет саласының қызметкері ол былайша айтқанда многогранный болу керек. Жүргізуші жоқ болса, жүргізуші болу керек. Әнші жоқ болмаса, жаңа ән айтып кету керек. Әртіс жоқ болып кетсе, Оның бәрін біз сіздің ойыңыздан көреміз. Кез келген тапсырмада мысалға ынта-шынтаңызбен беріліп, кәдімгі сөйтіп жүресіз. Жалпы өзісін сүю керек те. Сіздің бүкіл энергияңызды салып сөйтіп жүресіз. Жалпы сізді не шабыттандырады? Енді мен ойлаймын, оның бәрі тәрбие деп. Ортам жақсы менің. Отбасым жақсы болды. Өзімнің ісімді жақсы көрдім. Адамның жақсы қасиеттерін соған көбірек көңіл бөлемін, жаман қасиетінен гөрі. Бірақ та жек көретін затым ол өтірік айтатын адамды жек көремін. Сосын өзісін білмей, жаңағы дұрыс емес сөз айтатын адамдарды жек көремін деген сияқты ғой. Шамалық қызбалық мінезім бар, өзің білесің ғой. Ғабит. Жалпы ол қызба мінез, тік мінез деген нәрсе ол өнер адамдарына тән деп ойлаймын. Жалпы нағыз өнер адамдар. Жақсы көрмеймін деп айтамын ғой. Ұнамайтын затымды. Сізге бір тағы бір сұрақтың ретіге, сіз енді көп жылдан бері телевизиялық жоба Балбала деген проектінің авторысыз, әрі өзіңіз жүргізесіз, ұйымдастырасыз. Осы Балбала сахнасында кішкентай кезінен көрермен ықыласына бөленіп, кейін үлкен сахналарға, өнерге бет бұрған бүлдіршіндерді көптеп іздеп таптыңыз, еңбегіңіз ерен. Осы Балбала туралы биыл 25 жыл болды? Жоқ, 18 жыл болды. 18? Құдай қаласа 2 жылдан кейін 20 жыл болады екен. Иә, Құдай қаласа. Бұл қалай келді өмірге проекті, қалай басталды? Бұл 2008 жылы Эльмира Қожасқызы, біздің басшымыз, кәсіпорынның басшысы, мені шақырып алып кабинетіне, Лейла апай, осы кішкентай бүлдіршіндер арасында байқау өткізу керек деді. Мен шынымды айтайын, жүрексіндім. Себебі атын кім қойды? Балбала деп. Балбала деп өзім қойдым. Балбала. Ән бар ғой Балбала. Өткенде авторменен кездесіп, қанша жылдан бері сол кісіні білмей жүредім. Рамазан ағай Тайманов ағамыз сол кісіні композиторлердің жаңағы конкурсынан кейін отырыс болды. Сол кезде таныстым ол ағайменен, керемет кісі екен. Енді Балбала байқауын соны жүрексіндім деп айттым ғой, жаңағы кішкентай бүлдіршіндерді сахнаға шығаруды. Алғашқы кезде енді өте қиын болды. Кішкентай балаларды сахнаға шығару, ол кезде жаңағы балабақшаның тәрбиешілері де, музыканттар да енді сахнаның адамдары емес қой. Соларды үйрету, өлең, тағы да ол 4 кезеңнен тұратын. Бірінші таныстыру кезеңі, екінші сұрақ жауап кезеңі, үшінші кезең өлең айтады, 4-ші кезеңі көрініс көрсетеді. Міне осының барлығын алғашқы кезде мен өзім көрсетіп, идеяларын айтып сөйтіп жетім. Бұған 18 жыл бойы бізді тегін балалардың шығармашылығына жанашыр адам, ол облыстық Қазақстан Қызылорда телеарнасының
директоры Жағыпар Аманжолұлы Қарабалаға үлкен рахмет айтқым келеді осы сұхбат арқылы. Және бұның бастауында бұрынғы, иә? иә, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Жұмабек Алиев ағай басында қолдау көрсетті. Және де өзіміздің басшымыз Эльмира Қожасқызы жаңағы Ең бірінші қаяқта өтті, Тоқмағамбетте өтті ма? ең бірінші ол облыстық Қазақстан Қызылорда телеарнасының Концерт залында. бұрынды концерт залында өтті. Иә, сол жерде өткізетін. Негізі ол жерде енді қанша дегенмен кәсіби сахна, керемет свет, алғашқы біздің жаңағы түсірілімдеріміз керемет деңгейде болды. Кейін де жаман емес, 18 жыл өміршілігі бар. Мұрағатта 18 түсірілім бар, 18 жылдың түсірілімі бар. Оның бәрін жинап жүрміз. Оны жаңағы облыстық Қазақстан Қызылорда телеарнасының Гүлайым Жанұзақова дейтін апайым кәдімгідей полкаға жинап, әдемілеп архивін сақтап жүр. Тағы да мен еще оны көшіріп алдым. Иә, енді сұхбатымыздың мынау мәресіне де таяп қалдық. Соңғы сұрақтардың бірі болсын, өмірлік ұстанымыңыз, қағидаңыз қандай? Енді өмірлік қағида жаңағы айтады ғой, орысша айтқанда 10 заповедей жаңағы. Ешкімді алдама, өтірік айтпа, жаңағы ештеңені бұзба. Өзіңіз білесіз ғой, таза жүру өмірде, таза ұстанып өмірде ешкімге қиянат жасамау деген сияқты осындай ұстаным бар. Өтірік айтпау, өтірік айтқан адамдарды жек көремін. Енді соңғы сұрақ. Сіз мәдениет саласындағы Ләйлә Оразқызын бәрін біршама өз аузыңызбен естідік. Сіз қандай әжесіз? Ой, мен керемет әжемін. Өзімнің әже болғаныңызды байқамай қалдыңыз ба? Әже болғанымда жоқ, неге байқадым? Дайын болдыңыз ба? Дайын болдым мен оған. Мен себебі қызым 27 жасында тұрмысқа шықты. Содан 2 немерем бар. Өзің білесің ғой, Дінмұхамед, Нұрмұхамед деген. Біреусі 10-шы сыныпта оқиды, екіншісі 8-ші сыныпта оқиды. Әжелеп жақсы көреді. Қазақша сөйлейтін болды ма? Әже дейді. Қазақша сөйлейді. Барғанда түсінбейтін еді. орысша сөйлейтін, жаймендеп үйретіп жүрміз. Керемет сөйлейді деп айта алмаймын. Ол енді біздің қателігіміз. Қызыма барған сайын айтамын, ай, қазақша сөйле. Ең болмаса жаңағы бытовойды қазақша не дейтін еді? Сөздерді білу керек қой. Иә, тұрмыстық сөздер. Иә, сөздерді мынаны алып кел, салып кел. Жаңа мен үйретем ғой. Рахмет, әже, тамақ өте дәмді болды деп сондай сөздерді әйтеуір барған сайын бір сөйлемдерді, сөздерді үйретіп кетем. Иә, мені көрсе қазақша сөйлейтін болды. Енді біздің сұхбаттайым бағдарламасының көрермендеріне, халыққа кішкене өзіңіздің жаңа жылдың басы, бірінші түсірілім биылғы тілегіңізді айтып жіберсеңіз. Тілек біздің Қазақстан еліміз елде тек тыныштық болсын, бейбітшілік болсын. Мен әжемін ғой, бейбіт өмірде сүргенді жақсы көремін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Тілейтінім сол. Рахмет, Ләйлә Оразқызы. Шабытыңыз толастамасын, өнеріңіз елдің ықыласына бөлене берсін, халықтың өзіңіз халық ықыласына кенеле беріңіз. Әумин. Деніңіз сау болсын, ұзақ ғұмыр жасаңыз. Рахмет, Ғабит інім, ақын інім.